Трейдингқа жаңадан келген адамдардың қателігі қандай? Трейдингқа көбісі келген кезде өздерінің барлық қаражатымен сделкаға кіреді. Яғни бірінші қателік ол барлық қаражатыңызбен сделкаға кірмеңіз. Егер де сіз барлық қаражатыңызбен сделкаға кіретін болсаңыз, онда сізде риск менеджмент жоғары болады, яғни риск жоғары. Және де сіз мысалы бір позициядан 10% стоп ұстайсыз, содан кейін оны қайтарып аламын деп тағы да позициялар ашып, барлық суммаңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Екінші қателік ол бізде көбісі трейдингта, жалпы фьючерсіда, Binance'да үлкен плечоны таңдап алады. Үлкен плечоны таңдап алу ол бізде үлкен табыс болуы мүмкін, бірақ ол жерде сіздер рисктің жоғарылайтынын түсінулеріңіз қажет. Үшінші қателік ол бізде көбісі енді трейдингта ақша табамын деп өздерінің соңғы ақшаларын трейдингқа салады. Және де көтеріп аламын, ана деген әңгімені қосады да. И кредитке ақша алады, қарызға ақша алады, сол ақшамен сауда жасайды. Ешқашан трейдингқа соңғы қаражатыңызды салмаңыз. Және де трейдингқа қызығатын